Жәнібек ағамызға келіп қалып қойдым. Кумирмен боксасуға. 2012-ден бергі полный бойын білемін. Чемпиондардың менталы қандай? Біз әлі чемпиондық жолдамыз ғой. Бұл кісілер чемпион. Бұл кісілер қалай ойланады, қалай ұрады, қалай бокстасады. Маған өзіне қызық. Боксқа менен пайда болса, бірақ боксиден маған пайда көп. Бауырлар келіп қалды спаррингке. Соның кішігірім шеберлік сабағын ұйымдастырамыз қазір. Бек хабарласады. Жәнібек аға осындай екен. Оңтүстікте спарринг жасасақ деп. Қуана спаррингті келістік. Неге десе, чемпионның атынан чемпион өсу керек. Чемпионнан болашақ чемпион тәжірибе алу керек. Ол бір өзің чемпион болып, шетелде титул көтеріп жүргеннен пайда жоқ. Қазақтарға пайдаң тиіп, олардың да чемпионды жолында шынығуына жәрдем бермесең. Сол үшін бір-біріне қолдау беріп қазақтар, бір-біріне көмектесіп. Бұл тек қазір рингтегі жұдырықтасу болмайды. Бұл бір-біріне ақыл айту, көрсету қателіктерін, мына жерде былай ұру керек, мынаны былай жасау керек деген сияқты тәжірибе алмасу болады. Қазір Жәнібек ағамыздың спарринг көріп жатырмыз. Енді әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да әлем чемпионы Жәнібек ағамыз. Бокстен үйренетініміз көп. Сондықтан қазір спарринг тамашалап, қыр-сырларын көріп жатырмыз. Жақсы тәжірибе үйреніп жатырмыз. Жәнібек ағамызға сәттілік, Алла қаласа төрт белбеуді біріктіруіне шын жүректен тілектеспіз. Міне бүгін Жәнібек ағаның спаррингін көріп жатырмыз. Одан бұрын да Жәнібек ағамен спарринг партнері болған. Қазір өзімізге керек тұстарын алып, бізге тәжірибе болып жатыр. Өте тамаша спарринг. Жақсылап тер төгуде еңбек етіп жатыр. Алдағы желтоқсанда болатын жекпе-жегінде жеңіс тілейміз. Әдеттегідей біз осы оңтүстікке келген кезде Мырзағали Айтжанов ағамыз әрдайым қасымыздан табылып, Жәнібек екеумізді шақырып алып, қонақ қылатыны бар. Оқу жаттығу жиында жүрсіңдер. Жақсы, үлкен, ауқымды жұмыс атқарып жатсыңдар. Бірінші кезекте еңбек ету үшін, тер төгіп үлкен, ауқымды жұмыс істеу үшін күш-қуат керек. Ал енді жаттығуда қаншама денеден күш-қуат кетеді, витаминдер кетеді. Соның орнын толтырсын деп, жеңгелерің міне үйден сыбағаларыңды беріп жіберді. Қазақы дәстүр. Мына қазы, жылқының етін, одан қалса мынау үшеуі сеніңкі, мына үшеуі сеніңкі. Арнайы құртымыз. Ал одан бөлек мынау енді үйдің қою айраны. Ай, бәрекел. Әбберекел оңтүстікті. Не деген қою, Қаймақ болып тұр да. Бірден жілік майға баратын тағамдарда бұл қазақтың ұлттық тағамы. Қою. Май алынбаған, қаймақ алынбаған.
Ал Жәнібек, ма. Бұрын Олимпиадаға боксшылар дайындалатын кезде аға өзі осылай қазып сырып әкеп бүкіл спортсмендерге беретін еңіз, енді міне әнелерім кеп қапты деп. Қалай көне? Әдем. Қазақлығында жоғалтпайды, дәстүрді жоғалтпайды, елге келдіңдер деп, сыбағаларым деп Жәнібекке арнайы жеңешеміз салып жіберді. Көп рахмет. Тамаша болсын. Қазақылық сақталған, қазақы істер, қазақы дәстүрлер көрініс беретін осындай істер жүректі тоқ қылады кәдімгідей. Күнделікті әртүрлі тағамды жеп жүрміз ғой, бірақ өзіміздің қазақтың тағамына жетпейді ғой мынау. Қазыға, жылқының етіне. Мырзағайдың бір ерекше несі қазысы. Оны осы соңғы Олимпиадада 2016-да жегенбіз. Әлі соғалып. Ешқандай өзгеріс жоқ. Әдемі. Жесең де қандай анау немен түспен жемейсің, екпен жейсің ғой кәдімгідей, жеп жұтып қоя саласың. Керемет. Рахмет аға. Ас болсын. Ас болсын. Енді видеоны тоқтатып, осы қазыларды енді жейік біз енді. Тойға сенім бер алсам деп едім, шемен шеріңе дәруің болсам деп ем. Қуатты шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген. Алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Асыл елім сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарда бір айбарлы асқағым.